Бұл өлең өткен шақта жазылған, бірақ қазіргі шақта оқылып тұр. Осы шақта оқылып тұр. Яғни өлең осы шақ болып тұр еді. Осы шақ дейсің ғой, жақсы. Бұл жерде өлең өткен дәуірде айтылғанмен, бірақ етістікті алдыңдар да, етістігі қай шақта айтылып тұр? Осы шақта айтылып тұр дейсің ғой. Дұрыс. Әрі қарай? Шақтың үш түрі бар. Кішкене дауысымызды шығарамыз. Өткен шақ. Дұрыс. Осы шақ. Және келесі шақ. Дұрыс па? Мерей, топтар қарап отырайық. Бұл шақ, осы өлеңдегі етістіктер қарасам және жатыр. Қарасам және жатыр деген етістіктер бар ма? Жарайсыңдар. Жатыр ол нақ осы шақта айтылған. Нақ осы шақта айтылған ба, қарасам деген? Солай ма? Жоқ, жатыр. Жатыр нақ осы шақта. Оны қалай білдіңдер? Жатыр, отыр, тұр деген ол нақты осы шақ болып келеді. Қалып етістік дедіңдер ме? Қандай қалып етістіктің түрлері бар? Жатыр, тұр, отыр, жүр. Керемет. Оның қалып етістік екенін білдіңдер, және нақ осы шақ екенін білдіңдер ме? Жарайсыңдар? Керемет. Ал енді рай. Қай райда тұр екен бұл етістіктер? Бүгін мен қарасам, осы шақ деп тұрсыңдар ғой. Ашық райда тұр екен. Дұрыс. Керемет. Тамақ қосалар олар ма? Ақынның көйке өте керемет. Өйткені біз басқа мемлекеттермен тату болып өмір сүріп жатырмыз. Демек елдегі өзге ұлт өкілдерімен қазақтардың бірге тату-тәтті өмір сүріп жатқан. Және сәтті шыққан екі тұсын айтыңдар. Және қандай тілектерің бар еді? Мына жерін былай қылғанда болатын еді. Және ең күшті керемет шыққан екі тұсын айтыңдаршы кәне. Екінші топқа. Ол елдердің тату-тәтті тұрғанын айтты. Нені айтты? Елдердің тату-тәтті тұрғанын. Соны айтып кетті. Ол жерде жаңа автор идеясын айтты. Не айтқысы келген мақтан. Жарайсың. Тағы да жері сәтті шықты. Бұрынғы өткен жерлерді естісін. Қай сенің есіңе шығып кетпеді, соны сенің есіңе сіз орнынан тұра қойшы өткен? Өткен шақ, келер шағысында Есіңе сүрді. Соның ішіндегі осы шақтағы нені есіңе сүрді тағы? Кәне? Отыр. Дұрыс айтасың. Екеуің де дұрыс айтасың. Жатыр, отыр, тұр, жүр дейтін қалып естесің есіңе. Екі тұсы жақсы шықты. Енді зерек ғой өткен. Қай жер кішкене сәтсіздеу болды? Өзгерту керек еді. Келесіде бұлай қойылады, менің сыныптастарым одан да керемет болар екен. Қай жерін өзгерту керек еді? Алып қосарым бар ма? Жақсы қатыстыңыздар, керемет, бәріне ризамын. Енді бүгін сабағымызда Қадыр Мырзағали ағамыздың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні Атамекен әнін орындаймын. Және сол Атамекен әнін
қай шақта тұрғанын, шақта жырдан жетістіктің және қай райда тұрғанын қол көтеріп маған жауап берсе екен. Жасы жайылған төкті кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көп кілем маңдайымнан сипап өткен самалы қазағымның алақаны деп білем. Айдар көрсем ата екен, өтемде жата екен, күннің өзі ұясына қимай оны бата екен. Айдар көрсем ата екен, өтемде жата екен, күннің өзі ұясына қимай оны бата екен. Ал жақсы, осы бір шумақта маған жетістіктерді кім табады? Жатады, тағы? Батады, күлем, тағы? Ал жақсы,